Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы видеода сіздерге «Лебединая песня» фильмін қысқаша айтып беретін болам. Ты, это не я! Достар, сіздерге бір өтініш. Менің видеомды 96% адамдар арнама тіркелмей көреді екен. Егер сізде тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп лайк басып кетіңізші. Осылай жасау арқылы қазақ тілді арнаның дамуына көмектесесіз. Ал енді көп созбай, видеомызды бастайық. Бұл жігіт Кэмерон Тернер. Ол мықты суретші, әйеліне сүйікті жар, баласына үлгілі әке. Бір күні ол өзіне соңғы сатыдағы қатерлі ісік диагнозы қойылғанын біледі. Ол түнделетіп үйіне келгенде аяқ астынан жағдайы нашарлап, жерге құлап түседі. Ал ертесіне өз-өзіне келгеннен кейін клиникаға барып тексерілгісі келді. Осылайша ол Вара Хелпсқа келді. Бұл жер орман арасындағы жайлы үлкен үй іспеттес. Добро пожаловать в Вара Хаус. Дәрігер Скотт Камеронды эксперименттік зерттеу қызметімен таныстырады. Бұның ішіне кіретін құпия заттары өте көп. Осылайша алдағы процедурамен таныстырады. Arral Labs лабораториясы. Бұл жерде ауырып, өлім аузында жатқан адамдардың дәл көшірмесін жасап шығарады. Ал клондарды қауіпті аурумен ауырмас үшін олардың ДНК-сын өзгертеді. Лабораторияда жүргенде алғашқы уақытында клонның есімін Джек деп қоюды ұйғарады. Сосын дәрігер Скотт үйдің ішін аралап, команданың тағы бір мүшесімен таныстырады. Бұл кісі психолог Далтон. Процедура басталмас бұрын Камеронға линзаңдағы және сағатыңдағы камераны ақтып таста дейді. Отключить камеру. Осыдан кейін Камеронды бір бөлмеге кіргізеді, ал бөлмеден өзінің дәл көшірмесін көреді. Бұл клонның тіпті саусақ іздеріне дейін Камеронға ұқсайтын еді. Бірақ бірнеше минуттан кейін ол бұндай нәрсеге келісім бере алмайтынын түсініп, кешірім сұрап сыртқа шығып кетеді. Дәрігер Скоттан хаттар келе бастады. Ол хатта әйеліңе өлетініңді айтам дегенше кез келген уақытта келіп клонды өзіңнің орнына қойып кетсең болады дейді. Пожалуйста, позвони мне. Үйдегі өмір кезегімен өтіп жатыр. Әйелі Поппи, баласы Кодри және иті Свин. Камеронның басы үздіксіз ой үстінде. Осы кезде ол әйелімен және әйелінің егізі Андремен сөйлескен кездері есіне түседі. Бірақ Андре қайтыс болған еді. Бұрын үшеуі әңгімелесіп отқанда ғылым қатты дамып келеді. Тіпті адамзат клон жасауды да үйренді дейді. Сонда Поппи клонды қанша жерден шығара берсін, ол адам сияқты болмайды түбі дейді. Бірақ Андре клондаудың өте керемет екенін айтты. Сонда Поппидің ойы өзгерді. Я, егер де менің анам тірілгендей болып, оның көшірмесі қасымда жүретін болса, дәл анам сияқты болса, онда мен қуанатын едім дейді. Осыдан кейін Камерон дәрігер Скоттпен кездесуге келіседі, және дәрігер Скотт оны қайта-қайта клондауға үгіттейді. Дәрігер Скотт айтады, Джектің клондау процесс кезіндегі оқиғалардың барлығы оның жадынан өшіп қалады дейді. Және бір күні сенің бөлмеңде оянып, өзін Камеронмын деп ойлайтын болады дейді. Сонда Камерон, менің әйелім менің орнымда клонның жүргенін білуі керек дейді. Бұл сөзге де Скотт дәрігердің жауабы дайын болды. Сенен басқа үшінші адамның клон туралы ешкімнің білмегені дұрыс дейді. Сосын дәрігер Скотт жылжымалы мүлік агенттігіне барып қайт дейді. Ол жерде әйел адамның орнында клон жүр дейді. Оны сыртынан бақылап көр және оның өмірі қалай өтіп жатқанын қара дейді. Сонда Камерон өтірікке мен үй іздеп жүр деп клонмен сөйлесіп көреді. Мистер Тернер, да? Сол кезде әйел адамның өте шынайы әрі қарапайым екеніне көзі жетеді. Ал оның қызы ештеңеден де күмәнданбай көңілді отыр. Ал үйге келгеннен кейін өзінің әйеліне қатты ауыратынын айтқысы келді. Бірақ айта алмайды. Содан кейін клондау процедурасына келіседі. Сөйтіп ол Вара Хелске қайтадан барады. Және сол жерде Кейттің шынайы өзімен жолығады. Кейт дегеніміз бағана айтқан жылжымайтын мүлік агенттігінде жұмыс жасайтын қыз. Сосын әйеліне жұмысқа байланысты біршама уақыт үйде болмайтынын айтады. Осылайша процеске кірісіп кетеді. Дәрігер Скотт Кэмеронге оның бүткіл миындағы естеліктердің барлығы Джекке өтетінін айтады. Осылайша Кэмерон шамалы уақытқа ұйқыға кетеді. Енді оның миындағы естеліктердің барлығын, тіпті ол ұмытып болған естеліктерге дейін адамның көшірмесі Джек білетін болады. Саябақта Кейт Кэмеронге жақын адамдарымен қоштасу сондай қиын дейді. Онымен қоса туыстарымыздың клонмен сөйлесіп отырып және оны клон екенін білмеуі, оны біздің көріп отыруымыз өте ауыр дейді. Сосын дәрігер Скотт психолог Далтонмен бірге Кэмерон мен Джектің миындағы естеліктерінің сәйкестігін тексермекші. Сонда Далтон Кэмеронге қаншалықты қиын болса да процедураны тоқтатуға болмайды дейді. Сөйтіп Кэмерон жалғастырады. Ол әйелімен алғаш танысқан кезін есіне алады. Ол кезде өте күлкілі және ыңғайсыз жағдай болған еді. Әйелінің жүктілік кезі және бірінші баласының дүниеге келуі. Және әйелінің егіз сыңарымен танысқан кезі. Сосын егізінің қайтыс болғаннан кейінгі әйелінің көз жасы. Ты как, Кэмерон?
Үзіліс уақытында Поппиға хабарласып, жақын арада келемін деп уәде береді және демалыс алып отбасыммен бірге боламын дейді. Сосын мидағы естеліктерді көшіру процедурасы жалғасады және өзінің ұлымен бірге өткізген қызықты сәттерін есіне алады. Ал процедура аяқталғаннан кейін клонды оятады. Сонда дәрігер Скотт Джекке Кэмерон екеулерінің айырмашылықтарын сенің алақаныңдағы қал дейді. Басқа ешқандай айырмашылық жоқ. Және шатасып қалмас үшін өзіңнің қолыңдағы қалды қарап жүр дейді. Кэмерон алыста тұрып баласымен онлайн түрде ойын ойнап отырады. Осы кезде жағдайы нашарлап тағы да құлап түседі. Закончить вызов. Сосын ол Кейтке мен кез келген уақытта өліп кетуім мүмкін дейді. Отбасыммен көрісе алмай қалуым да мүмкін. Және әйелімен арақатынасы дұрыс болмай, соңғы кездері әрең дегенде жақсарып келе жатыр едік дейді. Осы кезде лабораторияның қызметшісі келіп клонды қарауға шақырады. Осы кезде Джектің өзіне қатты ұқсастығы және әйелі туралы тіпті кішкентай нәрсеге дейінгі естеліктерін айтып отқанда Кэмерон қатты таңғалды. Сонда дәрігер Скотт Джекпен жеке кездесіп көр дейді. Олардың таныстығынан кейін клонды тағы да тексереді. Клон Джек сонда да барлық тесттен мүдірмей өтіп шығады. Сосын екеуі бірге түскі ас ішеді. Ал сосын қайтадан дәрісті жалғастырады. Джекке қойылатын ең қиын тапсырма Поппимен сөйлесу керек. Әңгімелесу де өте жоғары деңгейде өтті. Сонда Кэмерон дереу байланысты үзіп тастайды. Себебі оған бұл нәрсені сыртынан бақылау өте ауыр тиді. Ты, это не я! Сосын Кэмерон процедураны тоқтатқысы келді. Сонда Джек кезінде Поппидің өзінің анасының көшірмесін әкелетін болса, бұндай нәрсеге қарсылық білдірмейтінін ескертті емес пе дейді. Кэмерон үйіне барып жағдайдың барлығын әйеліне айтып бергісі келді. Бірақ та жағдайы тағы да нашарлап кетті. Осыдан кейін Кэмерон таудың шыңына шығып, табиғаттың сұлулығына қарап отырып, терең ойдың тұңғиығына батып кетті. Осы кезде оның қасына Джек келіп сөйлескісі келді. Кэмеронге қарап, үйіңе бар да жақындарыңмен бірге бол дейді. Және тек қана өзің ойламай, оларды да бір сәтке ойлап қой, себебі Поппи бала күтіп отыр ғой дейді. Дәрігер Скотт Кэмеронды үйіне жібереді, бірақ бір шарты бар. Өзінің линзада камерасы арқылы Джекке жүрген жеріндегі бейнені көрсетіп отыр дейді. Бірақ үйінің дәл алдына жеткенде ол тағы да құлап түседі. Сонда дәрігер Скотт есіңді жиған кезде дереу ішке кел дейді. Біз сені тексеруіміз керек. Егер де осы күйіңде ішке кіретін болсаң, отбасыңның көзінше өліп кетуің мүмкін дейді. Кэмерон амал жоқтан келіседі және машина оны Вара Хелске алып барады. Лабораторияда оның жағдайын тексеріп, доктор Скотт ертесіне Джекті Кэмеронның үйіне жіберуді шешеді. Бірақ та психолог Далтон бұл нәрсеге қарсы, себебі ол клонның психикалық жағдайын әлі толық зерттеп бітпеген. Сонда да дәрігер Скотт айтқанынан қайтпайды. Кэмеронның бүткіл заттарын Джекке береді және 2 аптадан кейін клонның есінде процедура кезіндегі нәрселердің ешбіреуі де қалмайды дейді. Және соның нәтижесінде Джек өзін Кэмерон сияқты сезініп, Кэмерон болып өмір сүріп кетеді дейді. Ал осыдан кейін Джектің не істеп жатқанын оның көзіндегі линзасы арқылы Кэмерон бақылап отырады. Осылайша Джек үйге келеді, ал оны Поппи құшақтап қарсы алады. Әрине, ештеңені де байқамайды. Сонда Поппи баласы туралы әңгіме бастағанда Джек ештеңе түсінбегендей қарап қалады. Бірақ та қалжыңдағандай болып сыңай танытады. Не смог удержаться. Ал сосын иті келіп Джекке үре бастайды. Бірақ та Поппи сен үйде көп болмағасын осылай үріп тұрған шығар деп қоя салады. Дәл осы уақытта Кэмерон есін жияды. Оған дәрігер Скотт келіп, сен 24 сағат бойы оянбадың дейді. Сонда Кэмерон, әйелім мені күтіп отыр еді ғой, ол не істеді дегенде Поппиға оның орнына Джектің барғанын айтады. Ал бұны естіп Кэмерон қатты ашуланды. Мен бұған келісім берген жоқпын ғой дейді. Сонда дәрігер, сен өліп бара жатсың деп бейшара Кэмеронды тынышталдырғысы келді. Және Джек сені орныңды толықтыруға дайын және отбасың да онымен бірге бақытты дейді. Дәрігер Джектің линзасы арқылы камераны қосып Кэмеронге барлығын көрсетеді. Джек ұлына кітап сыйлап жатыр және Поппимен ашылып әңгіме айтып жатыр екен. Сонда Поппи, мен сені жоғалтып алудан қорқамын дейді. Но тебя я, похоже, потеряла, Кэм. Шамал уақыттан соң Кейт қайтыс болды. Ал одан қалған күлді көлге апарып тастайды. Кэмерон Джектің линзаны үнемі шешетінін байқайды және бұл нәрсені Скотт дәрігерге айтады. Бірақ та дәрігер барлығы ойда дейді. Сонда Кэмерон өзінің клонына күдіктене бастады. Тіпті Кэмерон өзінің түсінде Джектің баласына ашуланып ұрғысы келіп жатқанын да көреді және шошып оянып көзіне жас алады. Сосын лабораториядан қашқысы келді және жолда өзінің сағатын тауып алады. Сағаттың арқасында қайықты оталдырып аралдан қашып кетеді. Осылайша үйіне де келді. Ешкімді оятып алмайын деп жаймен жүреді және өзінің бөлмесіне кіргенде Джектің жұмыстарын байқайды. Осы кезде өзінің клоны Джектің салған суреттерін көреді және Поппи мен сүйкімді
сүйкімді хат алмасуын оқиды. Күтпеген жерден Джектің өзі де келді. Екеуі үндеместен бір-біріне ұзақ қарап тұрып қалады. Сосын клон қажет болған нәрсені жаса дейді. Олар киімдерімен алмасады және Кэмерон бірінші ол өзінің баласына барады. Сөйтіп ұлын оятады және мен жаман түс көрдім. Қасымна келші әңгімелесейік дейді. Және ас үйге түсіп стақанға пиво құйғандай болып шырын құяды. Долгой тебе жизни. Кэмерон көзіне жас алып, баласына жақсы көретін айтып, онымен қоштасады. Ал сосын жатын бөлмеге барады. Ол жерде әйелі ұйықтап жатыр екен. Және жанына жатып, оны оятады. Және жаман түс көрдім деп алдайды. Сонда Поппи күйеуінің қобалжып тұрғанын көріп, оны қатты құшақтайды. Және бізді бәрі де керемет деп, өзінің сүйікті күйеуінің иығында ұйықтап қалады. Ал Кэмеронның көзінен жас тоқтар емес. Ал сосын машинада Кэмерон Джекке өзінің сақинасын беріп, менің отбасым енді саған аманат дейді. Екеуі қол алысады. Сосын Кэмерон ары қарай кете береді. Береги их. Күндердің бір күні таудың шыңына шығып, керемет табиғаттың суретін салады. Сосын қасына Скотт дәрігер келіп, бүгіннен бастап клон ресми түрде Кэмерон Тернерға айналды дейді. Және енді қайтып өзінің клон болғанын және процедурадан өткенін білмейтін болады дейді. Кэмерон оған алғысын айтады. Сосын дәрігер Джек саған хабарлама қалдырып кетті дейді. Сосын Кэмерон линза арқылы камераға түсіп қалған бейнетаспаны көреді. Кэмерон өзінің бақытты әйелін көреді. Және Кэмеронге қарап, мен сені мәңгілікке сүйемін деген сөзін естиді. Я люблю тебя, Кэмерон Тернер. Осыдан кейін Кэмеронның көзі жасқа толды. Оған қарамастан ол күлімсірейді. Фильм дәл осылай аяқталып қалды. Ал Кэмеронның өлгенін біз көрмедік. Ал енді келесі сериясын шығаратын болса, Кэмерон тірі болуы да мүмкін. Әзірге осы достар. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа. Сіздермен бірге болған қысқаша кино. Келесі кездескенше.